Кымбатты көрермен, бүгін қыз-келіншектерге, яғни үйде отыратын қыз-келіншектерге арналған түрлі заттарды жасап көрсетеміз. Ол үшін қыз-келіншектерге арналған әшекей бұйымдар, атап айтар болсақ, мінекей басқа арналған корона деп айтамыз, және гүлден жасалған мінекей бастар. Бұл да керемет көрініс табады, және сырға, абадук, одан қала берді тәспі және қолға тағатын түрлі тастан жасалған бұйымдарды біз ерекше түрін көрсетеміз. Ол қалай аталады? Бұл жөнінде Ләйлә ханым сіздерге түсіндіріп өтеді. Қайырлы күн, Ләйлә ханым. Енді бізді көріп отырған көрермендерге бүгін не жасап көрсетеміз? Бұлардан бөлек айта өтсеңіз. Біз бүгін қыз-келіншектерге арналған күнделікті үй жағдайында әрбір қыз-келіншек өзіне тойға барарда, немесе бір жерге сәнді салтанатқа барар кезде ешқандай қиналмастан шаштараздың көмегінсіз өзінің шашын өзі әшекейлеп алуға арналған біз гребен деген шашқа арналған әшекей бұйымның түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге не қажет? Ол үшін бізге бірінші мындай гребеннің основасы қажет. Бұны гребеннің основасы дейді. Екіншіден бізге филигран қажет. Бұның 0,4 деген размері болады, әртүрлі размер болады. 0,4, 0,5 ең самый лучший варианты, сәйкес келетін 0,4 размер. Және де енді мен мына жерде өзіме қажетті, біз өзімізге қажетті ақ түсті тастарды таңдап алдық. Енді әрбір қыз-келіншек өзі біледі, үйінде жаңағыдай бір қалып кеткен моншақтардан болсын, болмаса өзінің үйіндегі жинап жүрген қандай түсті моншақ болады, өзінің көйлегіне, икеміне сәйкес қылып, кесілген түрлі түсті моншақты таңдап өзі жасай береді. Бірақ енді біз бүгін сіздерге ақ түрлі моншақтардан өйткені ақ түс кез келген киіммен үйлесім табады. Сондықтан да біз осы ақ түсті таңдап алдық, қымбатты көрермен. Олай болса, мен Ләйлә ханымға іске сәт деп қосымша мен де Ләйлә ханымға өзгеше бір жаңағы шашқа арналған заколканы көрсеткім келіп отыр. Енді Ләйлә ханыммен менің жасаған дүниеме өздеріңіз бағасын береді деген сенімдеміз. Ал іске сәт. Ең бірінші филигранды аламыз. Бұл темір болып келеді, филигран. Өте жіңішке темір. Бұны өзіміздің қалауымызша мен примерно 10-15 сантиметрден бұны кесіп ала бересіздер. Кесіп аласыздар. Ал мына енді шашқа арнайы қыстырып қоятын дүние, бұл кез келген дүкеннен тауып алуға болады. Кез келген, бұл жерде айтылған заттардың барлығы кез келген фурнитура магазиндерден сатып алсаңыздар болады. Ақ хрустальды алдындағында мына екі жағын бірдей қылып аламын. Шындағын өте нәзік болып шығу үшін асықпай, екі сымды екі жағынан алып, бір-біріне бұрап шығатын боламын. Қалсаңыз сіз де істесеңіз болады. Жақсы, олай болса, жаңа Ләйлә ханым айтып өткендей, мінекей дүкенде дайын сатылатын заколканың түрлері көп. Ең алдымен біз үстіңгі қабатын жасаймыз, қымбатты көрермен. Ол үшін бізге мынандай әдемі темірден жасалған дүние, және де керемет үйде киімдерден немесе заколкалерден қалып кеткен гүлдің түрі бар. Алдымен әуелі жапсырып аламыз. Жапсырып аламыз. Бұл арнайы темір жапсыратын клей V6, F6 деген размерлер болады. Ол осындай арнайы темірлерді жапсыруға арналған клей. Бұл клейді жапсырғаннан кейін бұл клей 2-3 сағаттың ішінде оған мүлдем тиіспеу керек. Ол өзі солай тұрып қатады. Қатқаннан кейін мүлдем алынбайтын клей болады. Бұл көбінесе осылай темір жапсырғанға, әшекей бұйымдарға, гвоздик сырға дегендер болады. Гвоздик сырғаларға сол нәрсені жапсыруға болады. Енді жасап жатқан әшекей бұйымымыз әдемі, ерекше шығу үшін бір түрлі ғана моншақтар емес, моншақтардың өзінің размері болады әртүрлі. 10-лық размер, 6-лық размер, 8-лік размер деген әртүрлі размерлерін таңдап алсаңыздар да ол әдемі көрінеді. Бірақ негізі шашқа арналған болғаннан кейін 10-лық размерді моншақтарды өте аз қолданған дұрыс, 3-4-еуін ғана. Себебі ол шашта қатты нәзік болып көрінбейді. 4-лік, 6-лық размерлі моншақтар шашта өте нәзік көрінеді. Біз мынандай дайындап жатырмыз. Тура осылай дайындап ала бересіздер. Ең бірінші осылай мынандай основасын дайындап аласыздар моншақтың. Енді бізге қанша дана қажет? Бізге қазіргіше бұндайдың 15-20 данасын алсаңыз болады. Ол өте нәзік болып шығады. Ал егерде кейбір қыздар болады, менің шашым өте ұзын, маған қалың болып, шашым көрініп тұрғанға жетпейді. Ондай қыздар 25-30 арасында көлемінде таңдап ала берсе болады. Біз мұнда тастарымыздың арасына натуральный табиғи тастардан жасап жатырмыз біз. Таза тастардан. Таза тастардан. Енді оның бағалары кәдімгі тастарға қарағанда сәл қымбатырақ болады. Енді ол сіздерге міндетті емес.
Бұл нәрсені үйде отырып сіздер өздеріңіздің табыс көздеріңізге де айландырсаңыздар болады. Үйде отырған қыз келіншектер. Қазіргі таңда әлеуметтік желі арқылы көптеген қыз келіншектер өзінің кәсібін жалғастырып отыр, Енді мұнаның барлығы дерлік сіздің қолыңыздан шыққан дүние ғой, Ләйлә ханым. Сондықтан да енді бұның бағасын сіз қаншаға бағалар едіңіз? Байқауымша жоғарғы жағы күміске ұқсайды екен. Күміске ұқсайды, бірақ ол люкс кунутра деп аталады, корейский качество. Күміспен бірдей жүреді, оның качествосы, бір күміс емес. Бұл қолдан істелген бұл абодогымызды, мынау ең бірінші басқарылған абодогын 3000 теңгеге бағалаймыз, ал сырғасымен бірге 1000-1000 теңгеге сырғасын бөлек сатуға болады. Енді бұның тастары таза болғандықтан өте ауыр екен. Өте ауыр болады. Бұның өзін бастап көтеріп жүрудің өзі бір ғанибет қой. Енді шынымен де расымен керемет шыққан дүние. Енді қазіргі кез маусым мезгілі, сондықтан да осындай түстерден көптеп жасап басымызға және құлағымызға осындай әшекей бұйымдар таққан абзалырақ болады деп ойлаймын. Мінекейін мен барынша тырысып жасап жатырмын, Ләйлә ханым, сізге көмектесіп. Бірақ дегенмен де сіз секілді мықты меңгерген маман болмасам да, сізден үйренеріміз көп екен. Әртүрлі нәрсе дамиды ғой, интернет те дамиды, кез келген салада дамиды, стройка, құрылыс та дамыған сияқты, қолөнерінде өзінің, мысалға бұрын қолмен істеп әуре болатын заттарымыздың өзін қазір бізге арнайы дайын қылып қойған. Және бұрын қолмен істеп 2-3 күн күтіп, кептіріп жүретін заттарымыз да дайын қазір. Оларды қолмен істеген күннің өзінде бізге өте жеңілдететін инструменттердің түр-түрі қазір дайын болып қалған. Бұрынғыдай жаңағыдай бір затты істеу үшін 1 апта, 2 апта жүрудің қажеті жоқ. 1 күн, 2 күнде уақыт арнасаңыз, 1 күн, 2 күнде кез келген затты пісіріп тастауға болатындай қазір мүмкіндік жасалған. Бұрын шаммен жаңа көздің майын тауысып деген секілді апаларымыз. Оның основасын дайындап жүретін едік. Қазір уже бар нәрсе дайын. Істеймін деген адамға, желаниясы бар адамға барлық мүмкіндік жағдай жасалған ғой қазір. Тек ерінбеу керек қой, Ләйлә ханым. Тек ерінбеу керек, махаббатпен жасау керек болды. Махаббатпен жасалған дүние ғана керемет шығады. Махаббатпен жасалған дүние керемет шығады. Біздің хабарымызға қаншама осындай қатысушылар қатысып жатады, дегенмен де барлығының айтатыны осы, әрине, әр дүниені жасаған кезде махаббатпен жасау керек дейді. Сонда ғана жаңағы жасалынған дүниелеріміз әдемі, керемет болып шығатыны сөзсіз. Әдемі, керемет болып шығады. Махаббатпен істесеңіз, ол сіздің жаңағыдай табыс көзін айландырсаңыз, клиентіңізге де ұнайды. Ал біреудің ризалығын алған кезде мен айта алмаймын, сіз бұл саланы жек көрмейсіз, одан сайын жақсы көріп, махаббатыңыз одан сайын ашылады. Енді кейде көңіл күй болмай қалады. Енді күнделікті біз үнемі дәл осылай құлпырып, жайнап, күліп, көңілді болып жүре бермейміз ғой. Дегенмен де кейде көңілсіз болып қалатын күндер бар, Дәл сондай күндерде осындай қолыңызға бір істі алып, жасай қалып, кейде аяқсыз қалып кететін жағдайлар орын алып жата ма? Енді әрине, енді пенде болған екен, ондай бәрімізде болады. Менде екі түрлі болады. Кейде көңілсіз болсам, алған затымды мысалға 3 күндік, 4 күндік бітіретін жұмысты ойланып отырып 1 күнде бітіріп тастайтын кезім болады. Еш нәрсеге берілмей, тек осы нәрсеге ғана беріледі. Ал кейде болады, бір ойлаған бір затты ойлайсың, қанша жұмысқа барсаң да ол ойыңдағыдай шықпайды. Ондай кезде уақыт қажет болады маған. Ойланам, басқа заттарды көрем, жаңағыдай кітап оқимын, музыка тыңдаймын. Негізі ол кезде бұндай ручная работаға мүлдем көңіл бөлмеймін. Сөйтіп, арада бір 2-3 күн өткеннен кейін өзі қайтып желание ашылады, шабыт келеді. Сондай кезде 1 сағаттық жұмысты былайша айтқанда 10 минутта бітіріп тастайтындай өзі бір күш келеді, сондай уақытта бітіріп тастаймын. Міне біз Аида ханыммен өте әсерлі әңгіме айтып бітіп қалдық кіребенімізді. Маған осылай толып тұрғаны ұнайды, және мен арасына жапырақтар қостым. Қазір оның ең соңында көрсетіп мынандай жапырақтар. Міне мынаны аламыз, ең соңында қосып кейін оның бетін жауып шығуымыз керек, әдемі көріну үшін. Аламыз мына жерді. Мен ұзын қылып алдым, байқасаңыздар, тура болыпты. Осылай ортасына кіргіземін дағыны, мынаның артынан алып келе саламын. Артынан алып келемін, екінші мына жерден шығарамын. Түстем дағыны тағы да екінші жөмшікті қоям. Мен бұл жеріне жөмшік қойып жатырмын, натуральный тасты. Міне, тағы ораймын.
артынан алып келіп жатырмын. Міне тура осылай екінші шығарған кезінде мына жерге жапырақ қойсақ та болады. Міне мындай жапырақтар арнайы, бұның да әртүрлі размері болады. Енді біз мына жерде үлкен, сәл үлкендеу объемы болғандықтан, иә, біз сәл үлкендеу жапырақ алдық. Жапырақтың міне мына жерде тесігі болады кішкентай. Оған кіргіземін тура осылай. Шешеміндағыны, бұны да былайна екінші жағынан мынаның артынан өткізіп аламын. Өте абай болу керек. Міне екіншісін де бітірдік. Осылай. Мен мына жерден енді 3 қана қатар жүргіздім. Қарасаңыздар, міне 1, 2, 3 қатар. Сіздер қаласаңыздар, мына жерге осылай жапырақтармен, жапырақтың бетіне де жөмшіктармен өздеріңіздің енді фантазия идеяларыңызға байланысты, ұнағанына байланысты ары қарай жүргізе берсеңіздер болады. Міне біздің жасап жатқан гребеніміз аяқталды. Осылай іспетте болады. Байқасаңыздар, міне біздің ломный камендеріміз өте үлкен, айрықша көзге ерекше түсіп, ашекемізді ерекше көрінеді. Ең соңғы келдік қой, ең соңғы қағына осыны аламыз. Мына жасап жатқан гребеніміздің ең соңғы бөлік болады. Осы жерден тура жаңағыдай көктеп аяқтаймыз сияқты, қайталап ішінен аяқтауға болады. Осылай қайталап жүргізесіздер. Тағы бір ең соңғы айта кететін жағдай, бұл шашқа арналған әшекей болғандықтан шашымызды жұлмағаны дұрыс. Бізге қыздардың бәрінде болатын проблема ол, шашты жұлмау деген. Ең соңғы қырқып жатқан кезде қырқылған бетіміз әшекей бұйымымыздың астында емес, жоғарғы жағында болу керек. Жоғарғы жағында болады. Қазір түсіндіремін. Сосын жоғарғы жағында болғанда, оны біз бүйтіп қысып тастаймыз. Себебі бұл жоғарғы жағында болған себебі, бұл егерде төменгі жағында болатын болса, ол шашымызды жұлады біздің. Міндетті түрде. Жоғарғы жағында болса, міне қолға да ұстаған кезде қолымызды еш нәрсе жұлмайтын болады біздің. Қолды жұлмаған әшекей бұйым, ол біздің шашымызды жұлмайтын болады. Керемет. Неке енді біз қалай тағу керектігінде көрсетсек болады, өйткені дәл қазір менің шашым жаюлы, сондықтан да оның бір ғана шетіне тағатын шығармыз. Шетіне тақса да болады. Сіздің көмегіңіз керек сияқты Лейла ханым. Міне осы шаш жаюлы тұр. Қаласаңыз, мынаның өзінің тарақшалары бар. Бұны шашқа осылайынан тағып, қасына кішкентай невидиканың көмегімен тақсаңыз да болады. Немесе бұл шашты былайынан шешіп, шашты жаңағыдай жинап дейді ғой, осылайынан жинап, мына жеріне де осылайынан шашты тағып қойсаң болады. Көрермендеріміз де көрсін. Өте енді өзім айна жоқ, сол себепті көрмесем де бұл бір әдемі үйлесіп тұрған секілді. Өйткені бұл ақ түсте. Ақ түсте. Негізі жөмшік деген кез келген қыз-келіншекке жарасатын тас қой. Осылай үй жағдайында кез келген артылған моншақтармен болсын, үйіңізде әрбір қыз-келіншектің үйінде жатады ғой шашылып моншақтар, соның барлығын жинап құрастырып, өте осындай керемет жарты сағаттың ішіндегі әшекей бұйымды жасап алсаңыздар болады. Әрине, кеңес бізден дейсіз ғой, таңдау сіздерден.